Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз математика пәнінен 4-ші 90-ның ең бірінші жазбаша көбейту және бөлу бөлімі бойынша жиынтық бағалауды орындаймыз. Бағалау критерийі: білім алушы бөлінді мәннің бір разрядынан 0 шығатын жағдайлардағы жазбаша бөлуді орындайды және тексереді. 3 және одан да артық амалдан тұратын санды өрнектерді салыстырады. Ойлау дағдыларының деңгейі: білу және қолдану. Балалар, орындау уақытымыз 15 минут. Ендеше тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырма: есепте және тексер. Балалар, біздерге берілген 918 бөлу 3 дейді. Яғни 918-ді 3-ке бөлсек 306 шығады. Яғни енді оны қалай тексереміз? Оны тексеру үшін 306 шыққан мәнін 3-ке көбейтеміз. Сонда бізде 918 шығу керек. Егер 918 шықса, онда есебіміз дұрыс деген сөз. Келесі: 940 бөлу 2-ның мәні тең болады 470-ке. Енді осы 470 екенін тексеру үшін біз 470-ті 2-ге не істейміз? Көбейтеміз. Сонда 470-ті 2-ге көбейткенде 940 шығады. Демек, есебіміз дұрыс. Келесі екінші тапсырма: өрнектердің мәнін тап және салыстыр. Балалар, міне бізде берілген өрнек 6 көбейту жақша ішінде 50 азайту 40 бөлу 3-тің мәні нешеге тең болатынын біз табуымыз керек. Енді қараңыздар балалар, біз ең бірінші не істейміз? Ең бірінші біз жақшаны орындаймыз. Жақшаның ішіндегі амалды орындаймыз, одан кейін көбейтуді, соңында бөлуді орындаймыз. Ендеше қараңыздар балалар, 50-ден 40-ты азайтсақ 10 қалады. Енді 6-ны 10-ға көбейтеміз. Қанша болады? Әрине 60 болады балалар. Енді ол 60-ты 3-ке бөлеміз. Сонда 20 деген сан шығады балалар. Демек, бұл өрнектің мәні 20-ға тең. Енді келесі өрнекке назар аударайық. Жақша ішінде 6 көбейту 50 азайту 6 көбейту 40 жақша жабылған бөлу 4 деген өрнек берілген балалар. Енді біз әрине тағы да бір естеріңізге саламын. Ең бірінші біз жақша ішіндегі амалдарды орындаймыз. Ол жақша ішінде бізде көбейтуді орындаймыз. Ең бірінші көбейтуді орындаймыз. Бірінші көбейтуді, одан кейін екінші көбейтуді, екеуінен шыққан мәнін азайтамыз. Сонда міне қараңыздар балалар. 6-ны 50-ге көбейтсек, яғни балалар 6-ны 5-ке көбейтсек 30 болады. Артына 1 нөлді қоссақ 300 болады. Демек, 6-ны 50-ге көбейтсек 300 болады екен. Есімізде сақтайық. Енді 6-ны 4-ке көбейтейік балалар. 6-ны 4-ке көбейтсек қанша болады? 24 болады балалар. 24-ті не істейміз? 24-тің артына 1 нөл қоямыз. Сонда ол 240 болады. Енді мына жерде 300-ден 240-ты азайтсақ, сонда қанша қалады? 60 қалады. Енді 60-ты біз не істейміз? 4-ке бөлеміз. Сонда ол қандай сан шығады? 15 деген сан шығады екен балалар. Демек, енді міне қараймыз. Бірінші өрнектің мәні 20-ға тең, екінші өрнектің мәні 15-ке тең екен балалар. Енді біз не істейміз? Өрнекті салыстырамыз. Әрине балалар, ең бірінші өрнек үлкен екен, екінші өрнектен үлкен болады екен. Міне осы жерге не істейміз? Салыстыру таңбасын саламыз балалар. Міне балалар, біздерге берілген осы 2 тапсырма. Міне осылай біз орындаймыз. Түсінген болсаңыздар өте жақсы, түсінбеген болсаңыздар тағы да бір рет көрсеңіздер болады. Балалар, мен сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.